Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін біздің тақырыбымыз кедейлік деп аталады. Жалпы кедейлік бізге қайдан келеді? Соны біз бүгін айтатын боламыз. Кедейлік деген алдымен адамдар жақсы мен жаманды айыра алмайтын адамды көз алдымызға елестетейік, жақсы мен жаманды адам айыра алмайды дейік, ол адам жақсы мен жаманды айыра алмағаннан кейін бұл адам ақылсыз. Көрдіңіз ба, ақыл аз. Жақсы мен жаманды айыра алмайды. Мынау жақсы, мынау жаман деген нәрсені. Осыны айыра алмаған адам біраздан кейін күнәға батады. Жақсы мен жаманды айыра алмайды ғой, сосын күнәға батады. Көрдіңіз ба? Ақыл аздықтан адам күнәға батады екен. Енді осы күнәға батқаннан кейін бұл адамда ар ұят жоғалады екен. Кәдімгі ар ұят жоқ болды. Ол адамға осы күнәға батып жүруі, ол адамға кәдімгі нәрсе, ол үшін кәдімгі әдет болып қалыптасып қалады. Мысалы үшін жауапкершілікті алмайды. Мысалы үшін айтады, мен үшін бала шағасы өз-өзімен күн көріп жатыр, немесе бір жерден пособие алып жатыр ма, әлде әйел пахат етіп жүр ма, біреуден қайыр сұрап жүр ма, бірақ жігіт адам өзі жауапкершілік алмайды. Тура сол сияқты жаңағы ішіп, арақ ішіп жүрдеге ішімдікке салынып, ол жақсы мен жаманды айыра алмайды, ақылы жоқ, ақылы аз. Көрдіңіз ба? Енді осы адамда осы нәрсе әдет болып кетеді ғой. Жақсы мен ар ұяттың жоқтығы бұл адамға уже әдет болып қалыптасқан кезде адам тек қана өзін ойлайды екен. Өзін ойлайды, мейірімсіздіктен уже айырылады екен, мейірімділіктен айырылады. Мейірімділіктен айырылады да мейірімсіз бола бастайды. Сонда ақылсыз адам жалғыз ғана ақылсыз емес, бұл ақылсыз емес. Алдыменен бұл жақсы мен жаманды айыра алмағаннан кейін бұл күнә жасайды, жауапкершілікті алмайды, ар ұяттың жоғалады, ұятсыз болып кетеді. Біраздан кейін ол мейірімділіктен айырылады, мейірімсіз болып кетеді. Ол үшін жаңағы өзінің жаман істеп жүрген қылықтарының барлығы нормальный болып көрінеді, өз үшін өмір сүре бастайды. Осы кезде осы мейірімсіздік бұл тек қана ешкімге ештеңе бермеуден туады. Ешкімге ештеңе бермеу, көрдіңіз ба? Ештеңе бермеу, бұл сараңдық екен. Ешкімге ештеңе бермейді, сараңдық. Бала шағасына ештеңе бермейді, өзін ғана ойлайды. Немесе, мысалы үшін мемлекетке бермейді, өзін ғана ойлайды деген сияқты. Жан-жағындағы адамдарға бермейді, туған туысқанға бермейді, өзін ғана ойлайды. Көрдіңіз ба? Жаңғы сараңдық қайда әкеліп соғады. Енді осы сараңдықтың түп тамыры өтірік айту мен көре алмаушылықтан тұрады екен. Біреуді көре алмайды, одан кейін ол адамға мейірімсіз бола бастайды. Ол адамды көре алмағаннан кейін жаңағы күнәға батады, оны өсектейді деген сияқты. Өтірік айтады ол туралы. Осының барлығы барып бізге кедейлікке әкеліп соғады екен. Біз әзір жалпы психологияда айтып жатырмыз. Біз адамдарға ішіміз кең болу керек, адамдарға мейірімсіз болмауымыз керек, мейірімді болуымыз керек. Жан-жағымызда өзімізде артық нәрсеміз болса беруіміз керек, қайырымдылық жасауымыз керек. Балаларды жетімдер үйіне бермеуіміз керек. Жетімдер үйі деген болмау керек, ата-ананы сыйлауымыз керек, үлкендердің бәрін сыйлауымыз керек дейміз. Бірақ та осының барлығы біздің кедейлігіміз екен. Кедейлігіміз. Біз осының бәрін болдырып отырмыз, значит, біз кедейміз. Санамыз кедей. Сіз ата-ананы сыйламайсыз ба, уже сіздің санаңыздың кедейлігі. Сіз бір жерде қайырымдылық жасамайсыз ба, уже сіз сараңсыз да, болғаның үстіне бола берсін деп ойлайсыз, уже сіздің санаңыздың
кедейлігі екен. Бұл адам бұрынғы өзінің бала көзқарасында қалып қояды. Сана сезім өспеген да. Енді осы кедейлікті қашан сіз кедейлікке осы бала көзқараспен қалып қойдыңыз ғой, соны сіз енді мойындамайсыз. Мойындамаған адамдар ары қарай осы кедейлікке бәленбай кедейлікке ары қарай кете береді. Түп тамыры кете береді. Бала шағасының ішінен келінде ме, әйелі ме, бала шағасы ма, тұқымынан ба біреу тұрып сізді алға сүйремесе, сіз ары қарай жүре бересіз. Көзіңіз ашылуы мүмкін, егерде сіз керемет бір байлыққа ие болсаңыз да, көзіңіз ашылуы мүмкін, көзіңіз ашылмай жүре беруіңіз мүмкін. Себебі бұның ең төменгі сатысы басқа адамдарды көре алмаушылықтан басталады, сараңдықтан басталады. Сондықтан қолы кең адам, басқа біреуге бір нәрсені үйретіп тұрған адам, қолы кең адам, бұл жаңағы сараң емес, бұл адам уже кедей деген емес, кедей адам емес. Көрдіңіз ба? Кедейлікке біз қашан мойынсынамыз, қашан біз соны мойындаймыз, болды мен кедеймін, мен жағдайым жоқ, маған басқа біреулер көмектесу керек деп біз сол нәрсені айтамыз. Басқалардан жылу жиып, маған болды бере беріңдерші, болды мен жағдайым жоқ деп айта береміз. Біз сол кезде кедейлікті санамызға толығымен орнатып, соны жаңағы печатымыз қойып подтвердить етеді екенбіз. Соны толық мойындайды екенбіз. Егерде сіз көп адамдар болады, осы кедейлігі мойындамайды. Мойындамайды. Мен кедей емеспін. Мен қайтсем де мына нәрседен шығамын. Мен кредит алсам да шығамын. Көп адам бар ондай. Мысалы үшін ұстаздар бар. Мұғалімдер, дәрігерлер бар, бір жерде жұмыс істеп жүрген сондай бір күшті адамдар бар. Айтады, мен ұстаз болып тұрып, басқаларға үйретіп тұрып, мен кедей болып қалмаймын. Мен кедей емеспін. Себебі менің дамуымның өзі, мен балаларға бәленбай жылда арнап жатырмын. Немесе мен адамдарды емдеп жатырмын, мен зарплатам аз болғанмен мен кедей емеспін дейді. Бұл адамдар мойындамағандықтан бұлардың саналары кедей емес. Бұлар кедейлікке жатпайды. Ал енді мен кедеймін, мен бәленбай балам бар, мен осыны асырай алмай отырмын, маған неге жаңағы әйелім ауру, енді қатты ауру емес, адамдар өз қолдарымен өздері ауру жасап алады ғой кейде, деп жаңағы жылана беретін адам, ол іштегі сараң адамда. Бұл сараңдық біздің жауапкершілікті жастайымыздан алмауымыздан. Өткен жолы мен бір сабағымда айтып кеттім, мына кедейліктің өзі де, ақылсыздықтың өзі, кедейліктің өзі де біз бір депозит сияқты жинала береді екен. Кішкене күннен бастап бір нәрсені аяғына дейін апармау. Осы әдеттің өзі, бір нәрсені орындамай қою, осы әдеттердің өзі үлкейе келеді, бізге үлкен кедейлік депозитті қалыптастырады. Егерде адамда бір ғана не болса, желание болатын болса, қалауы болатын болса, ол бағана кедейлікте болды, өмір сүрем, болды мен осыған мойындаймын деп кететін болса, оны сол жылы орнынан ешкім қозғалтпайды екен. Үкімет сізге бір рет үй береді, бір-екі рет сізге қайырымдылық келеді, одан кейін сіз өзіңіздің санаңызды әдемілеп тұрып, жаңағы өзгертпесеңіз, оны оқымасаңыз, сізді орныңыздан ешкім тұрғызбайды. Сіз өзіңіз шешім қабылдауыңыз керек. Сіз кедей боласыз ба, бай боласыз ба? Ол басқа біреудің жұмысы емес, әркімнің өзінің жұмысы жетіп жатыр. Бізде көп жерде былай айтылады. Егерде дейді, сіздің санаңыз қаншалықты байлыққа
байлықтың біліміне ие боласыз, қаншалықты ақшаны жақсы көресіз, қаншалықты сіз ақшаның қаржылық білімге ие боласыз, сіз соншалықты бай боласыз дейді. Сондай бізде не бар, қағида бар. Екінші, семинарларға барып, сіз қаншалықты өзіңіздің жаңағы эмоционалды жағдайыңызды көтересіз, қашан сіз көңіліңізді көтеріп, жігеріңізді қалыптасасыз, соғұрлым кедейлікті жоясыз дейді. Үшіншіден, сіз күні бойы пахат етесіз, жұмыс істейсіз, сол бойынша сіз кедейліктен құтыласыз дейді. Бұның енді айтайын дегенім, бұл үшеуінде жеке-жеке қанша алғанменен адам кедейліктен құтылмайды. Адамның ішінде намыс деген болады. Бізде жалпы намыс бар, бірақ та жалған намыс деген бар. Өтірік намыс, и кәдімгі намыс деген бар. Бұл біз қаншама кедей болғанымызбен, біздің мына төменгі жағдайымыз, тамағымыз жоқ болғалғаны, немесе киім-кешегіміз жоқ болғаны, бір жерге туысқандармен араласа алмай қалғандарымыздың барлығы бізге намыс көрмейді көп адам. Себебі ол нәрсені бұл баяғыда мойындап тастағанда, болды мен кедеймін деп мына миына орналастырып алғанда. Егер де адам таңертеңнен кеш батқанша жұмыс істеп те кедей бола беруі мүмкін. Егер де ол қанша семинарға барса да кедей бола беруі мүмкін. Егер де ол адам жалқаулығын жойса да кедей бола беруі мүмкін. Егер де олды қаржылай жаңағы сабақты алып миының барлығында қаржылық сабақ деген толып тұратын болса, білім толып тұратын болса, онда да кедей болып қалуы мүмкін. Егер оның басында идея көп болатын болса, ол тіпті кедейлікке әкеледі. Адам идеяны шығарады, бірақ ешқандай әрекетке бармайды, ол адам да кедей болып қалады. Просто біздің ішіміздегі шын намысымыз қозғалу керек та. Біз кедей болғанға ұялуымыз керек, біз сараң болғанға ұялуымыз керек, біз деген өтірік айтқанға ұялуымыз керек, біз көре алмаушылық жасағанымыз үшін ұялуымыз керек, біз әйел болып тұрып еркекті өз ойымызбен ойлауға итермелегеніміз үшін ұялуымыз керек. Біз әрбіреуміз өз орнымызды білуіміз керек та. Біз мейірімсіз болғанымыз үшін ұялуымыз керек. Біз еркек болып отырып, әйелдің ойымен ойлағанымызға ұялуымыз керек. Біз жаңағы ақылымыздың аздығына бір нәрсені, бір жаман әдетті қалыптастырғанымыз үшін ұялуымыз керек. Осы ұяттың барлығы келіп, біздің намысымызды қозғау керек. Көрдіңіз ба? Осы кезде ғана біз аяғымыздан тұрамыз. Жалпы бізді бала шағамызда тамақ жоқ болып отырған қаншама адам бар, мысалы үшін кедейлікте жүр. Ол адамдардың барлығы бай болып кетпей ме? Жоқ, бай болмайды, себебі оған көндігіп кеткен. Енді бізге жоғары жақтан мысалы үшін қаншама қайырымдылықтар келіп жатыр, туған туысқандарымыз нетіп жатыр, жаңағы көмектесіп жатыр. Оның барлығы бізге көмектеспейді, себебі біздің ішімізден намыс шығып тұрған жоқ. Көрдіңіз ба? Біз өзімізден, жүрегімізден намыс шығып, біз қашан осы нәрсені өзі мына цепочканы, кедейліктің мындай цепочкасы болады, сол цепочканы өзіміз бұзамыз, сол кезде біз кедейліктен ажыраймыз. Сондықтан да жаңағы мына нәрсенің барлығын істей беріңіздер. Таң атқаннан кеш батқанша жұмыс істеп, бұл жалқаулықты жоюымыз біріншіден. Екіншіден, семинар тренингтерге барып біз мотивация алуымыз, ішімізді жігерлендіруіміз, басқаларға қарап түзелуіміз. Үшіншіден, біз
ақшалай білім алу арқылы біз алданып қалмауымыз керек, өзіміздің жаңағы қайда бара жатқанымызды білуіміз керек. Қаржылай термостатты қарап отырып біз қалай кәсіп жасауымыз керек, сырттағы жағдай қалай, іштегі жағдай қалай, бәрін білуіміз керек те, біз бір ортаны тауып алуымыз керек өзімізше. Және мына еріншектіктен жалпы мына ақылсыздықтан құтылудың бір жолы, тағы да кедейліктен құтылудың бір жолы үнемі бай адамдардың өмірі туралы оқу. Бұл адамдар қалай жетістікке жеткен? Бұларды не қозғаған? Ойлаңызшы, не қозғаған? Бұл адамдардың барлығы кедей болған. Бірақ оларды намысы қозғаған да, намысы қозғаған. Өтірік намыс емес ол. Ой, мен қырам да жоям деп, жаңағы ондай намыс емес. Көрдіңіз ба? Сондықтан да бізді алға шығаратын ең бірінші шын намыс. Енді осы сабақтан түсінгеніміз, жалпы ақылсыз болу бізді кедейлікке әкеп соғады. Кедейлік пен ақылсыздық деген бір-бірімен байланысып жатыр. Енді бізде қазақта мынандай мақал бар. Кедей адам көп ойлайды, бай адам көп әрекет етеді дейді. Сол айтқандай, біз көп әрекетке баруымыз керек. Бұл кедейліктің ең түбінде, бағанағы осы сабақтың қорытындысы, ең төменгі сатысында жатыр өтірік айту мен көре алмаушылық. Осыдан барып сараңдық, осыдан барып мейірімсіздік, одан барып жаман әдет, ар ұят, одан кейін күнә, жақсы мен жаманды айыра алмау, одан кейін күнә, одан барып ақылсыздық, одан кедейлік барып туады екен. Егерде осы жаңағы менің видеом сіздерге бір ой салатын болса, онда менің видеома лайк қоя кетіңіздер, және менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Рахмет сіздерге. Сіздермен бірге Назила Слямқызы.